режимдердің барлығы үш түрі бар. Бұл демократиялық режим. Ол ең жұмсақ және өмірге қолайлы режим болып саналады. Авторитарлық және тоталитарлық. Ең қатал режим. Мұнда әрбір адам кез келген уақытта мемлекет тарапынан өлтірілуі немесе қуғын-сүргінге ұшырауы мүмкін. Суреттен көріп отырғаныңыздай, режим неғұрлым қатал болса, соғұрлым адамның құқықтары мен бостандықтары аз сақталады. Олардың әрқайсысының белгілі бір елде қандай режимнің дамығанын көрсететін өзіндік сипаттамалары бар. Демек, демократиялық режимнің айрықша белгілері азаматтардың құқықтары мен бостандықтары ең жоғары құндылық болып табылады. Яғни, мұндай жағдайда сіз өз өміріңіз үшін қорықпай, кез келген мәселе бойынша өз көзқарасыңызды сабырлы түрде білдіре аласыз. Мысалы, көшедегі бейбіт шеруге жиналу немесе ел аумағында кедергісіз жүру. Екіншісі, заң үстемдігінің болуы. Бұл дегеніміз, хаттың алдында заңдар бәрі бірдей, қызы депутат немесе қарапайым слесарь болса да, бір құқық бұзушылық үшін үкім барлығына бірдей болады. Ал заң үстемдігінің екінші бөлігі, әрине, биліктің атқарушы, заң шығарушы, сот болып нақты бөлінуінің болуы. Ал соңғы үшінші сипаттама плюрализмнің болуы, яғни идеологияның, партияның, пікірлердің және басқалардың алуан түрлілігі. Кез келген демократиялық мемлекетте біртұтас жалпыға міндетті идеология немесе бір ғана партия жоқ. Барлық жерде идеялардың әртүрлілігі мен бәсекелестігі бар. Авторитарлық режимге келетін болсақ, мұндай мемлекетте тек негізгі құқықтар мен бостандықтар сақталады. Мысалы, егер сіз билікке қарсы шығып, бұл туралы өз бақта жазуды шешсеңіз, әрине, бұл үшін сізді мемлекеттік орган өкілдерінің ешқайсысы өлтірмейді. Бірақ олар сізге қандайда бір мақала ойлап тауып, бір аптадан кейін бұқаралық ақпарат құралдарыңызды жауып тастауы мүмкін. Яғни, өмір сүру құқығын ешкім шешпейді, бірақ сөз бостандығы құқығын шектейді. Бұл саяси режимнің басқа сипаттамалары келесідей. Авторитарлық мемлекетте ұзақ уақыт бойы бір билеуші немесе адамдар тобы билікте болды. Сайлау өткізілді, бірақ нәтиже әдетте болжамды болады. Сонымен қатар оппозиция шеңберде және тыйым салу. Ақырында соңғы ең қатал режим, тоталитарлық режим. Бұл режимнің ең маңызды сипаты мемлекет қоғам өмірінің барлық салаларын бақылауда ұстауы. Жұмысқа қашан баратыныңызды немесе көшеге шыға алмайтыныңызды реттейді. Егер сіз белгіленген ережелердің кез келгенін бұзсаңыз, сізді қуғын-сүргін немесе өлім жазасына кесу күтіп тұр. Мұндай мемлекетте адамның құқықтары мен бостандықтары басылады. Сіз мемлекет алдында мүлдем құқығыңыз жоқсыз. Бұл режимде диктатура мен көшбасшының мәдениеті бар. Тоталитарлық режимдердің классикалық мысалдары Сталиннің тұсында Гитлерлік Германия немесе КСРО болып табылады. Мұндай мемлекеттерде жалпы идеология бір ғана партия бар. Қуғын-сүргін жүріп жатыр. Оппозиция физикалық тұрғыдан жойылды және бұқаралық ақпарат құралдарына толық бақылау бар. Бұл үш негізгі саяси режимнің негізгі сипаттамалары. Енді мен сізге демократия индексіне байланысты елдерді көрсететін картаны көрсеткім келеді. Онда бұл идеалды демократия жұмыс істейді. Ал бірлік тоталитарлық режим. Әрине, бұл картаға сын көзбен қараған жөн. Менің ойымша, Ресейдегі саяси режим